Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы 2026 январдың 4 күні түнде өсіп үйірлі жылқымды айдап апарып қожалықтан Ақтоған трассасының бойына апарып түнде сойып, атып сойып ұрылар. 4 басын сойып алып кетіп, және де 4 басын жаралаған болған. Енді сол кезде ертесі күні таңертең естідім да оқиға болған жерді көрдім. Содан Есік қаласынан опергруппа шақырып, 102-ге звондап. Жағдайдың бәрін көрдік, сөрде бәрін суретке түсіріп, жазып, арызды қабылдап алды. Бүгін қаңтардың 10 күні 2026 жылы жұмыс істеді. Сол ұрылар табылып бәрі. Бүгін міне етті қабылдап алдым, сол сойылған. Полиция басқармасына, Еңбекшіқазақ ауданы полиция басқармасына рахмет. Жұмыс істегеніне өте жақсы жұмыс жасалды.